Қыздар, қазір сіздерге күшті торттың рецебін беремін. Бұл торт деген енді дәмі тіл үйіретін торт. Өйткені бұның құрамында бисквитінде грек жаңғағы және де кишмиш бар, карамель бар, өте күшті, нәзік, жұмсақ торт болып шығады. Бұл тортты жасасаңыздар барлығына ұнайтынына мен сенімдімін. Лайк басыңыздар, сақтап алыңыздар және де пікірге жақсы сөздер жасаңыздар. Өте қатты қуанатын боламын. Енді ең бірінші біз карамель жасап аламыз. Карамель жасау үшін бізге қант керек және де сливки керек. Бір ыдысқа қантымызды осылай түртіп отырып, араластырмай, полностью барлығын ертіп аламыз. Бұл жерде ескеретін нәрсе, егер қант ермей жатып сіздер араластыратын болсаңыздар, қант бір-бірлеріне жабысып, комок болып қалады да, толық ермей қалады, біркелкі ермей қалады. Сосын сливкиімізді біз ысытып алуымыз керек. Қайнатпаймыз, просто қайнағанға дейін ысытамыз. Егер сливкиіңіз салқын болатын болса, бағанағы қант, еріген қанттың үстіне құйған кезінде екеуі бір-біріне бірікпей қалады. Сондықтан екеуінің температурасы бірдей болу қажет. Араластырамыз, осылай көпіргені кішкене басылғаннан кейін барып араластырып отырып біркелкі масса шығарамыз. Сосын салқындатып қойып қоямыз, басқа ыдысқа құйып. Енді бисквит жасаймыз. Бисквит жасау үшін бізге жұмыртқаға қантты салып, осындай аппақ болып көтерілгенге дейін миксерлейміз, содан кейін сұйық майды құямыз, корицаны саламыз, разрыхитель ванилин салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Араластырғаннан кейін грек жаңғағын, кишмишті, сосын барып, онды салып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Бұл рецептің қаншалықты мөлшер екенін мен төменге жазып қоятын болам, сол жерден қарасаңыздар болады. Тесто біркелкі болғаннан кейін біз 1/3 бөлікке бөлеміз. Қыздар, бұл жерде егер сіздер бұрыннан жасап жүрген болсаңыздар, бірден құйып жасауларыңызға болады, бірақ мен сіздерге кеңес айтатыным, бірдей мөлшердегі ыдысқа бірдей қылып 3 бөлікке бөліп алғандарыңыз дұрыс. Бұл арқылы сіздерге ыңғайлы болады және де кесіп, біркелкі болмай қалу деген сияқты уайым болмайтын болады. Сондықтан біркелкі қылып бәрін құйып алып, одан кейін әрқайсысын жеке-жеке пісіруге болады. Пешке 180 градуста 20-25 минутта пісіп қояды. Піскеннен кейін формасынан алып, суытып қойып қоямыз, оған дейін біз кремді дайындаймыз. Кремге бізге керек заттар сливочный сыр, творожный сыр және де қант қажет болады. Қаншалықты керек екенін айтып қоямын, ал ары қарата басқа торттардан жасалуын көрулеріңізге болады. Менде посттарымда бар. Кремнің дайын болғанын осылай төңкеріп көрулеріңізге болады. Егер де еш өзгеріссіз тұрса, онда уже крем дайын деген сөз. Енді тортты жинаймыз. Тортты жинау үшін ең астына коржды төңкеріп, астыңғы жағын көрсетіп қоямыз. Одан кейін барып, осылай бір қабат қылып кремді жағамыз, сосын шетіне бортик жасаймыз креммен. Шетін жасап болғаннан кейін барып, осының ішіне карамельді толтырып шығамыз. Яғни карамель тек қана бір қатарда ғана болады. Осының ішіне карамельді толтырып шыққаннан кейін үстіне коржды салып, барлығын солай жинап шығатын боламыз. Қалған қабаттарында карамель болмайды, тек қана сол астыңғы қабатта ғана болады. Тортты жинаймыз, тегістеп үстіне жағамыздағыны азғантай не алып қаламыз, крем алып қаламыздағыны холодильникке жібереміз. Міндетті түрде холодильникте 15-20 минут тұрып, торт суық болғаннан кейін қалған кремімізбен уже тегістейтін боламыз. Ал олай істемей бірден барлық кремді жағып тастайтын болсаңыздар, онда біркелкі тегіс форма шығара алмай қаласыздар. Және де осы жерде айтып кететін, сливкимен жасаған кезінде кремді көбісі дұрыс шықпай қалады деп айтып жатады. Ол дұрыс шығу үшін міндетті түрде сіздің заттарыңыз суық, салқын болу керек. Яғни холодильникте тұрған заттар болу керек. Ең аз дегенде 2 сағат холодильникте тұрған сливки, творожный сыр солар болу керек. Және миксерлейтін ыдысыңызда салқын болатын болса, тіптен керемет. Бір жағынан комнатный температурада әсер етеді. Егер қатты ыстық пештің жанында немесе духовканың жанында сіз крем жасайтын болсаңыз, креміңіз бірден жылып кетеді дағына комнатный температурадан. Одан кейін ол сұйық болып қалады, плотный крем шықпай қалады. Бұл соның барлығына қатысты нәрсе болады. Сондықтан осының барлығын ескеріп дұрыс жасайтын болсаңыз, онда сіздің креміңіз ең күшті крем болып шығады. Бұл креммен және де әртүрлі форма жасауларыңызға болады, гүл жасауға да болады, краситель қосып, неше түрлі заттар жасауларыңызға болады. Сондықтан тек әрқайсысын жасай отырып, тәжірибе жүзінде үйреніп кететін боласыздар. Сондықтан жасаудан қорықпаңыздар.
және де сливкиді өте қатты миксерлеп тастауға да болмайды, және де аз миксерлеп қоюға да болмайды. Кәдімгідей өздеріңіз миксерлеп жатқан кезінде сезесіздер, уже плотный болып жатқан сезген кезінде бірден тоқтатып, уже кремді алуға болады. Сол еш қиындығы жоқ, осылай жинап шығамыз. Енді осы күйінде біз холодильникке қойып қоямыз, одан кейін 15-20 минуттан кейін алып, сыртын тегістеп шығатын боламыз. Сыртын тегістеу үшін осы кремді қолданамыз. Және де міне осындай өте керемет торт шығады, теп-тегіс, түп-түзу болып. Сосын сыртын әртүрлі затпен, шоколадпен болсын, басқа да затпен болсын, әдемілеп, сәндеп шығуларыңызға болады. Ол сіздердің фантазияларыңызға болады. Келесі жолы Алла қаласа мен сіздерге шоколадный шарик жасауды үйрететін боламын. Сондықтан менің посттарымды міндетті түрде қарап жүріңіздер, сторисімді қараңыздар, мен сіздерге ескертетін боламын. Әрқашанда белсенді болып, парақшамда менің рецепттерімді көріп жүретін болсаңыздар, алда сіздерді қуантатыныма сөз беремін. Және сіздерге сыйлық беруді ешқашан ұмытпайтын боламын. Ас болсын, сіздерге рецепт ұсынған ерекше келіншек.